бүгін мен қалай осындай бағалау жасауға болатыны туралы көрсетемін. Мына жерде оқушының атын жазуға болады. Мысалы, Айару деп. Оған әрбір тапсырмасы үшін міне осылай баға беріп отырсаңыздар болады. Оңға дейін бағалануға болады. Енді осыны қалай жасауға болады? Мен соны көрсетейін. Тура бізге кешегідей қажет болады. Ол бізде Gemini сайты. Gemini'ға біз жазамыз. Маған сабақтағы тапсырмаларды орындаған сайын оқушыға баға қойып отыруым қажет. Осыған арналған маған идеяларды айт. 10 баллға дейін болуы керек. Егер де өздеріңізде дайын идея болса, оны бірден жазсаңыздар болады. Мен қазір енді бірінші идея сұрап көрейін. Білім пирамидасы дейді. Үй тапсырмасы. Сабақта жинау жүйесін енгізіңіз. Меңгеру, тәжірибелік жұмыс, есеп шығару, белсенділік дейді. Бағалау парағы. Цифрлық лотерея. Бірден балл қосып отырасыз. Сабақ соңында экранды кімнің қанша балл жинағаны көрініп тұрады. Өзіне өзі бағалау. Қызыл, сары дейді. Енді мына пирамида деген сияқты ұнап тұр маған. Пирамида дегенді көрейік, қалай болады екен. Бірінші қойайық. Осы бағалау әдісін HTML арқылы қалай жасаса болады. Өте тиімді, интерактивті бағалау парақ коды дейді. Компьютер. Так. Бұлай жазып көрейік. Маған осы бойынша пирамида пішінін жасау керек. Ол жерде мұғалім оқушы санын таңдаса, сонша пирамида пішіні болсын. Сосын әр пирамидаға оқушының атын жазсын. Одан кейін әр балаға бірден 10-ға дейін балл қосылуы керек. Сосын ол әр балл, мысалы, бірден 4-ке дейін қызыл түс, 5-тен 6 сары түс, 5-тен 7 сары түс, 8-ден 10 жасыл түс болып жансын. Төбесінде пирамида бағалау парағы деп әдемі жазумен жазылсын.
артқы фон ашық көк түсті болсын деп жазып көрейік. Енді қалай шығады екен? Мына жерде маған код жазып берді. Бізге кешегі Python'ымызды аша берейік. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болып тұрса, сұрақтар қойсаңыздар болады. Жекемен жазып жауап беремін. Енді көрейік. Міне, примерно осылай жасап берді. Қазір енді осы кодты біз алып көрейік. Қалай шығады екен? Толық барлығын көшіреміз. Сосын біздің Python'ымызға қоямыз. Осылай басамын. Бағалау деп жазып қойайын. HTML. Save. Енді ашып көрейік. Оқушы сан. Мысалы, 25 оқушы құру. Міне, өте керемет. Мына жерде, мысалы, үй тапсырмасына 2 балл бердік. Сұраққа жауап берді. Үстіне тағы, мысалы, 4 балл қоясыз. Жарайды, бір 2 балл дейін. Мына жерде тағы, мысалы, 5 балл беруге болады екен. 4 балл, тағы да 2 балл. Үстіп бағалап отырсаңыз, оқушыларға да қызық, сіздерге де қызық болады.